Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Біз бүгін тұрғын үй кезегіне тұрған кезек нөмірін қарау бойынша нұсқалық түсіреміз. Бізде біраз өзгерістер болып жатқан сияқты. Қазақстанда тұрғын үйге кезекке тұруды бұдан кейін отбасы банкі қадағалайтын болатын сияқты. И отбасы банк ұлттық даму институты болып ауысып жатыр. Және енді мысалы очередьқа тұру үшін сіз белгілі бір топта болуыңыз шарт емес. Тек соңғы 10 жылда сіздің атыңызда үй болмаса болды. Кез келген адам очередьке тұра алатындай қылып өзгертіп жатыр. Енді біз тұрғын үйде кезекті қарау үшін кезекте.kz сайтына кіреміз. Қазір күні активный. Және де шаңырақ бөлім таңдаймыз. Астында тұр шаңырақ. Және де сол жақта проверить номер в очереди таңдаймыз. Енді жазамыз. Мысалы қазір өзімдікін жазамын. Очередьте жоқ. Нет очередь. Енді банкісінікін жазып көреміз. Міне 1935. Осылай тексеруге болады. Қолдау көрсетіп, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Сау болыңыздар, сәттілік барлығыңызға.